Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айжан. Бүгін біз лаваш дайындайтын боламыз. Каналыма жазылып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді ыдысымызды аламыз, ұнымызды салып, ортасын ашып, тұз, қант, содамызды салып, араластырып аламыз ұнға. Су майымызды құямыз. Қайнаған ыстық су болу керек. Суымызды құйып, нанымызды илеп аламыз. Нанымызды илеп алдық, енді салафанға орап 5-10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді салафаннан алып, осылай дөңгелетіп аламыз. Енді бөліктерге бөліп шығамыз. Әр бөлікті алып, осылай нан илеп аламыз. Нанымыз қатып қалмас үшін ыдысымызға салып, салафанға орап қоямыз. Дайын болған нанымызды алып, ұнымызды сеуіп, шетінен алып, өстіп аунатып, жайып шығамыз. Мен 2 нанды, 3 нанды жайып шықтым. Тезде жаю үшін 2-3 нанды үстіне қойып жайсаңыздар болады. Осылай әдемі қылып дөңгелек қылып жайып шықтым. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді табамыз қызып тұрған, кішкене май құйдым. Үстіне қамырымызды салып, осылай қамырымыздың асты қызарғанша пісіріп алдым. Қолмен басып тұрсаңыздар болады, бірақ ыстық. Осындай қамырларды пісіріп шықтым. Асты үстін аударып пісірдім. Бұл бүктелсе де ештеңе қылмайды. Ортасына ыстық суды жағып шықсаңыздар, мүлдем жұмсақ болып шығады. Ыстық су жақсаңыздар, өте керемет болады. Кішкене қатылау болып тұрса, су жағып жесеңіздер, жұмсақ қамыр болып шығады. Сіздерге ас болсын.